Кеш жарық достар, бұл оқу керекет жобасы. Бүгін бізде қонақта Жалғас Елеусінов, Ату құрамасы және Байгайс. Біздің жобаны вообще көрдің ба? Иә, көрдім. Өте керемет бағдарлама. Болашақ бала-шағама да осы бағдарламаны көр деп айтар едім. Бұйырса болса бала-шағам. Так, өте танымдық бағдарлама. Күшті. Маған ұнады. Кітап айтуды бастамас бұрын біз әдеттегідей бір сұрақтан бастаймыз. Бүгінгі сұрағымыз не жайлы және қандай оқиға жайлы, не жайлы, немесе кім жайлы сен кітап жазушы едің деген сұрақ. Кім дайын бастай берсе болады? Бұл сұрақ қой, иә. Мен өзім ойым, мен егер де жазушы болып, прям кітап жазатын болса, мен Қазақстан жайлы жазатын едім да. Но саясат жайлы, жалпы жазып кетер ем. Өйткені қазіргі жастарға көрсетіп кететіндей, Қазақстанды былай дамытсақ болады, былай патриот болыңдар, мына кезде патриоттық керек емес, мына кезде керек, елді былай басқару керек деген сияқты ше. Өйткені бізде, мен өзім ондай кітапты оқымағамда, мен қазір көп жағдайда бір жақты ғана талдап қала берем. Мемлекетті. Егер мен ол бала күннен оқыған болсам, мен кішкене көзім ашық болатын еді. Джордж Оруэллдің кітабы бар ғой, 1984 деген. Сол жердегі соны оқысақ, прям қазіргі Қазақстанда болып жатқан жағдайлар, жалпы митинг болсын, барлығы жазылып кеткен ғой, елді қалай басқарып отқан жүйені барлығын. Егерде соның барлығымыз егерде оқыған болсақ, көзіміз ашық, көкірегіміз ояу, мына жерде бірдеңе сар, мына жерде иманы бар, мықты-мықты жігіттер болып, кәдімгідей елімізді көркейтіп отыратын едік. Өкінішке орай білмейміз да, сосын қазір отырмыз. Аблязов давай деп. Осымен выпуск. Күшті мынау тиктокқа. Таза Қазақстанға қатысты. Таза тиктокқа. Взгляд сверху деген сияқты ғой, короче. Иә, примерно. Қазақстан, что происходит с Қазақстаном? Көзіміз ашық болса деп ойлаймын. Но енді өкінішке орай мен жазбаймын, бірақ. Мен де Қазақстан жайлы жазушымын, бірақ ана 2020 карантин 2020-да болды ғой. 2020-ның кездерін ұмытып кетпей, сол кезде адамдардың өмір сүру жайлы, қарым-қатынас жайлы, қалай өмір өзгеріп кетті, именно сол периодты жазушы едім. 2020-дан 2021-ге дейін, бір жыл аралығында. Қызық болушы еді, мен ойымша. Қалай кино жазып алғанымызды, басқа ғой, иә? Онлайнға қалай өзгердік? Иә, қалай онлайнға ауысып кетті, өмір қалай ауысты, әлем қалай ауысты. Именно бірақ Қазақстан жайлы. Сол ма мен? Адамдар бәрі шашынап тастайды сол кезде, не үшін екен? Менің ортамдағылар лысый болып кетті бәрі сол кезде. Депрессияға кіріп кетті ғой адамдардың көбісі. Сол андай поворотный андай бір не болды ғой, событие для всего мира. Доставка қатты не болып кетті ғой? Бәрі резко ата-анасын сағынып кетті. Алматы. Келесі жүздескенше дейтін видеолар шығып кетті. Кешір Алматы дейтін видеолар. 86 жыл туралы кітап бар ма? Тәуелсіздік туралы? Бар шығар. Мүмкін андай художественный литература болмаса да бір бар шығар жазылған. Бәлкім. Басқалар қандай кітап жазатын еді? Мен кішкентай балдарға бөле жұмыс жасайтын едім, если жазушы болсам. Ертегі, может, ертегіде бір персонаж, енді кішкентай балдарға. Қантар оқиғасы жайлы, ертегі? Бәлкім. Ондай ертегілерді жазып жатыр ғой. Мен де тиктокқа шығайыншы. Кішкентай балдарға бөле жұмыс жасап, болашақ енді кішкентай балдар ғой қазір, соларда. Бір персонаж тауып алып, ойдан шығарып, ерте өстік деген сияқты ма? Бізде мынандай факт бар екен, Қазақстанда ертегілер бар ғой. 1000 жыл или 100 жыл, 1000 жыл ғой, 1000 жылдан бері өзгермеген екен. Ертегілер бар ғой. Типа ерте өстік, сол баяғы ерте өстік әлі сондай ше. Конституция ше деп. Қайта. Типа андай сол ертегіге қазір таныстарым бар, жұмыс жасап отқан. Андай қазір кішкентай балдар андай сол ертегіні оқыған кезде түсінбейді дейді да. Ана замандағы бір тас бір нәрсе дейді. Ол ертегіге типа кола деген нәрсені қосса, уже балдарға жақын болатын қазірге. Бір бала дота ойнап отты, сол кезде ерте өстік шақырды деген, возможно сондай. Заманауи ертегі жазушы. Заманауи. Бір заказ болды бізде мультфильмге.
Алпамыс батыр жайлы. Оказывается, Алпамыс батыр бүкіл түркілерде бар екен да. Түрікте де бар, өзбекте де бар, жаңағы кімдер көп, в общем, 18-19 вариант версиясы бар екен Алпамыс батырдың. Сонымен Алпамыс батыр жайлы үлкен полнометражный мультфильм, короче. Үстемізде біз ойлаймыз, енді қазіргі балаға бізде мультфильм болса, сол обязательно баяғы кигіз үй, ат, садақ болды, басқа дым бермейді. Сөйтіп біз современный қылдық та, кәдімгі Человек-паук ұқсап, қабыланның етін жеп кетеді, деп Алпамыс болып кетеді, күшті болып кетеді. Яғни бізге күшті болып көрінді, короче. Вселенная ашылады да, өзбек Алпамыс келеді, түрік Алпамыс. Алпамыс батыр мультивселенная. Иә, сондай болды да. Сөйтіп өнше қорғап жатсақ. Жоқ. Алпамыс батыр. Сол заманды күшті көрсету керек дейді. Желание қашып кетті да. Қырғызстанда Алпамыс батыр қалай болады білсең? Алпамыш батыр. Алпамыш батыр деген бар екен, ол өзбектерде екен, кстати. Алпамыш. Батыр деп екі амен жазылады бар дейді. Түріктерде де бар. Батыр. Алпамса деген бар. Көп версиялар. Орыстарда Алексей Богатырь. Мүмкін. В целом, типа, Marvel қазір андай флешті қазіргі заманға келіп не істеп жатыр ғой. Солай істеу керек қой негізі, флеш бар, Человек-паук бар, бәрін. Негізі кез келген адамын айтсаң, сондай нәрсе айтады. Бұрынғы өзіміздің мифологияны бірдеңе қылып неге шығару керек қой деп, бірақ әлі соны ешкім шығарып жатқан жоқ. Еще көп ақша бөлінеді мультфильмі. Қымбат иә, бірақ енді фундамент бар ғой кәдімгідей, біраз нәрсе істеуге. Батырларды қазіргідей күшті көрсетсе де әдемі ғой, интересно. Ойлашы, Алпамыс батыр андай душкада оянады ше. Съемный Қызық қой. Хозяйкамен. Даже фильм түсіріп Хэнкок сияқты. Өзімде ше. Алпамыс батыр жайлы мультфильм бар, Балапанда сериал. Балапан арнасы жайлы айта беруге бола ма? Ертең соғаттасып жатыр. Сол жерде Алпамыс батыр. Осындай бір 3 минут, 4 минуттық сериялары бар, бір 30 серия ма. Я чопс келіп істеп тастағам. Натуре, Балапанда шығатын сериалдардың бәрі андай кешіңдерші. Ойбай, мынау сен артық болды енді. Шынымен енді сондай болады. Анимация қиын нәрсе ғой. Вообще андай. Жүріп келсем. Ал сен не туралы жазатын едің? Мен сәл эгоистично өз папам туралы. Нормально? Нормально. Папам туралы кітап жазып, өзім оқып. Қандай жанрда? Жанры Хоррор деші. Мелодрама. Учхоз, да? Ой, просто қызық сияқты батырдың өмірі. Автобиография ма? Жоқ, прям андай. Ну, не автобиография, андай прям кітап. История того. Мотобиография. Көркем әдебиет. Әке мен баланың қатынасы деген. Жоқ, до меня. А, до тебя. Маған дейінгі өмір. Ну, онда байкамен қарым қатынасы. Приквел. До тебя. Баламен. Әкенің жас кезі ма? Иә, сондай. Қызық сияқты. Мысалға бір қызықты факт айтшы өзің әкең жайлы. Биографиясын. Қазір бұл тизер болады кітапқа андай кішігірім. Мәсі. Баняда достарын ұтқан өзі жоқ. Чего стоит, иә? Не? Короче, мамам мен папам менің вообще құдалар болып танысқан, короче. Батям неше 32-де, 31-де болды, а мамам 28-де, короче. И олар кеш үйленді да. И олар андай құдалар болды. И солай болып үйленді, короче, олар таныстырды, сондай нәрсе болды да. И типа, мне кажется, интересно. Сатып алатын екен мына кітап. Құдалар деген. Полный құдалықты бүйтіп, қалың қылып, том қылып. Тәтті шайға келгені бар. Ал Сахид. Білмеймін, жаңа ойлап отқан бір нәрсе. Мен де заманауи нәрсе жазғым келеді, негізі бұрынғы емес. Біз негізі қазір көркем әдебиеттің бәрін алсақ, біздің бұрынғы жазушылар бұрынғы кезде өмір сүрген да, андай зар заман кезінде, бір совет үкіметі кезінде сондай нәрселер ғана жазылғанда, бір заманауи әңгімелер жоқ бізде жазылған. Мысалға мен өзімді прототип қылып алып, бір Астанадағы бір студенттің өмірін бе, сондай бір қарым-қатынас, бірінші махаббат, қиындықтар, енді үлкен қаладағы кәдімгі регионнан шыққан баланың үлкен қаладағы бір оқиғасы, сондай бірдеңе мүмкін жазушы едім. Тоже жаңағы жастарға кішкене жақын болатындай, өздерін көретіндей. Ондай сериалдар көп, бірақ именно кітабы жоқ, сондай, иә? Универдің кітабын жазған. Новая общага. Сонымен жарайды, кәдімгі бар кітапқа көшейік онда.
Онда бүгінгі кітапқа көшейік, айтатын, талқылайтын. Жалғас қандай кітап алып келдің? Мен бүгін «Дневник сумасшедшего» деген кітап алып келдім. мына кітаптың размерін қарасаң аз өмір сүрген сияқты. Бұл 1-2 күннен кейін дневник іліп қойған ба? Маған осындай кітаптар ұнайды өзі. Мынандай кітапты мен бір рет сатып алғам. И оқымай просто мынандай қалыңдығынан желанием қашып кетеді. Мынандайларды оқысаң кішкене тез бітіріп тастайсың. Мынау кітапты алу тарихымды айтып берейін мен. Бірінші курсымда ма біз Байтұрсынова Қарасай батырдың атудың қасында тұрдық та. И біздің домның астында не болатын? Подвал, сол жерде PlayStation болатын. Постоянно сол жерге барып ойнайтынбыз. Бір күн көп бармай кеттік та, бір күн барсам, ол жер бір орыс апа жүр ішінде. И PlayStation емес, полный кітап сататын не болып кеткен. Не деген? Апа, кітап. И андай күшті болып тұрған жоқ кітаптар деп ше. Кітап дейіп жатыр. И апа соны жинап жүрген. Деп шығып баратыр ма, кел деп соны кітаптарды көрсетіп жатыр. Соны алмайым десем де бір 3 кітап беріп жіберді маған. Екеуі 2 қабаттық жайлы кітап тупа бере салды. И мынау кітапты қосып берді. И осы кітапты оқып көрдім. Мынау Анхель де Куатье дейтін автор. Негізінен мексиканец автор, но французского происхождения. Әкесі француз, шешесі мексикалық шаман әйел екен. Өзі де шаман болып кеткен. И тек жаңа мифологияны жазады. Фантастика. Сөйтіп орыстар бұны зерттеп. Бұл еще өзі Россияда өмір сүрген екен, бұл автор. Тек орысша жазған кітаптарды. Бұл қай жылдар, қай осы заманда. Осы заманда. И бұны орыстар зерттей келе, оказывается, бұл орыс деп тұжырымдаған, но не факт. Бұл орыс просто осындай өзі атап алған. Типа мен мексиканецпін деп. Өзі қазақтар сияқты ғой, любойын қазақ. Бұл негіз қазақ болған. Орынборда тұрған. Но не факт бұның орыс еместігін, но кітаптарды орысша жазған. Орыс тілінде ме? Өте сондай түсініксіз кісі. И «Дневник сумасшедшего» деген бұл жас жеткіншек жайлы шизофрениямен ауырады. И шын әлем мен өтірік әлем өзін елестетіп жүрген әлемін ажырата алмай қалған бала ғой. Но өзінің ойы бойынша бұның бүкіл ойы әлемді жойып жіберу. Өйткені әлемге қарын ашады. Қазіргі таңда қоғамға қарын ашады, жемқорлыққа қарын ашады. Барлығын тізіп күнде жазады. Мынау шынымен де не ғой, дневнигі ғой, өзінің күнделікті өмірінде. Бүгін мен тұрдым, шай іштім деген сияқты. Солай. И бұл бірінші басынан бастап мақсат қояды. Мен осы күнделігімді бітірген кезімде әлемді жойып жіберем. Өйткені мен мынау әлемнен шаршадым дейді. Но білмейді, короче, бұл шын айтып жатыр ма, шын емес пе. И өзінің ойынша бұл шынымен де, короче, операция жасап жүр. Дайындалып прям әлемнің жалпы жердің минусын тауып алады ғой бұл. Өзінің ойы бойынша. Но мен де түсінбедім, шынымен тауып алды ма өзінің ойы ма. Минусын тауып алады, сөйтеді да, типа сол жерге адамдарды жинаймын дейді, адамдардың барлығын жинаймын да, и мен шындықты ашамын дейді. Хотя өзі білмейді қандай шындық екенін, потому что бір күн ауру болып жүреді, бір күн сау болып кетеді да, и мынау ауру күнін есіне түсірамай қала береді, қайта кешін істебем деп. И получается через день ауру болады ғой. Сол үшін дневник жүргізе бастайды, сол үшін өз түсініп алу үшін өмірін жазып бастайды, короче. Ол кәдімгі андай біздің өміріміз сияқты екен, андай. Кейде мотивацияң оянып кетеді, все, мен ертеңнен бастап жүгіремін, бірдеңе қыламын дейсің деп жазып жүресің. Түнде ғой, в основном. Қайтадан ертесің. Ауру кетті. Кеше мен шынымен сондай болдым ба деп. И соңында асылып қайтыс болып кетеді өзі. Ал енді не туралы болды? Қысқаша осындай бұл кітап. Қысқа ғой. Звонок в прошлое. Звонок в прошлое. 4 кітап айтамын деді ғой. Оны жартысын оқыдым мен ше, тоже қызық кітап еді. Соңын бітіре алмай қойдым. Бұл шынымен солай ма? Бірдеңелер жоқ па там? Өзіңіз оқымаңыз. Бой бетін ашсын. Мен сыйлыққа беремін. Любой бетінде соңында өледі, не істейсің оқып деп тұрса.
просто Сонда соңы кәдімгі жоқ ше десек. орысша аттар ғой, Ваня дейді, Худяков дейді. Иә, бұл Россияда өмір сүрген ғой. Зона деген сөз ол. Мына жерде Қытай жігіт деп беріледі. Қытай жігіт. Мынау Анхель де Куате өзі жазбаған бұл кітапты. Біреудің аузынан естіп алған ғой жаңағы. Жаңағы ауру баланың өмірін алып жазып жүрген. Типа ананың дневнигін алып өзі жазып тастаған ғой. Ол жаңа Анхель де Куате деген сонда өте осындай түсініксіз кісі. Не орыс емес, не шаман емес, не өзі жазбайды, біреуден алып алады, сондай бір историясы. Түсініксіз адам. Ұрлықшылау ма? Сондай бір нәрсесі бар. Өздеріңіз қандай кітап оқыдыңыздар? Так, басталды, иә? Анхел де Куате. Бас осындай. қалай екен сақа? Түсініп алса резко. Мына бүйтеді. Егер 100-ді 3-ке бөлсек, онда 33,333 деп кете береді дейді да. Дұрыс жауабы жоқ дейді. Енді оны 3-ке қайттан көбейтсек 100 болып шығу керек дейді. Бірақ 99,999 болып шығады дейді. Сонда 100-ді 3-ке бөле алмаймыз дейді. Өйткені жауап әрқашан дұрыс емес болып шығады. Ал, не болды? Түсініксіз екен, иә, вообще түсініксіз. Не болды? Жоқ, ол ауру адам ғой сіздің оқып отқаныңыз. Иә. Келесі бетінде сау кезінде жазып. Аурудың сөзі екен айтып. Но оқысаң кәдімгідей не істейсің? Көзің ашылады. Қызық болып кетті маған ғой. Мынаны бүйтейік. Не істесек болады бұны? Бөліп алып. Распечатка. Мына кітапты, иә, алып оқып, сөйтіп талдайық. Обложкасы қорқынышты. Иә, қорқынышты екен. Сол, жаман жоқ. бір сағат Мүмкін TikTok видеолар көріп сол арқылы талдаймыз. вообще басқа жауап түсін бір сағатта оқып бітіретін сияқтымыз оған бастасақ Қой, досты. Анау мына кітапты берген кемпір емес, Анхел де Куате өзі сол болып шықты. Сәл созып айтып берейін ба или? Да, Иә. Или звонок в прошлое айтып берейін. Звонок в прошлое айтуға болады негізі. То есть, мен жаңа айттым ғой, типа, а звонок в прошлое ше. Давай енді, типа. Мен қысқа оқимын осы кітаптарды. Так, енді мынау кітап қысқаша біттік, енді звонок в прошлое кітапты Звонок в прошлое деген. Бұл ерекше шығарылым, біз бірнеше кітап талдайтынбыз. Ова, звонок в прошлое деген кітап оқығам тоже. Нью-Йорктағы Анна деген әйел, қазіргі заман ол, сценарист әйел, бір каналда жұмыс істейді. Өзінің передачасы бар, түнгі студия сияқты передачада сценарист. Вот сонымен күйеуі 2 баласы бар. И как раз Рождество кезінде ода күшті бір ең мықты гость келу керек болып қалады сол передачаға. Ал Рождество кезінде олар по плану күйеуінің мамасының үйіне бару керек болған. Басқа штатқа, короче. Сөйтеді да күйеуіне айтамай жүреді, олар билет барлығын алып қойған. Сөйтеді да бір күні ол енді жұмысқа қатты беріліп кеткен әйел ғой. Жаңағы гость үшін бәрін жазу керек, қалу керек. Сөйтті күйеуіне айтады, вот барамаймын Рождествода, қызым барлығын өздерің бола беріңдер, мен бір апта үйде боламын, жұмыс істеуім керек деп. Күйеуі ренжіп кетіп қалады, короче, бала шағасын жинап, мамасының несіне. Сөйтеді да, жүре береді, кәдімгідей жұмысын істеп, анау. Сөйтеді да кешкісін үйіне келеді, сөйтіп звондайды, қалай жеттіңдер ма деп. Оның өзі күйеуі алмайды, короче. Күйеуі алмайды, кішкентай қыздарына звондайды, тоже алмайды. Енесіне звондайды, жаңағы мамасына. Авал алады, жоқ, ешкім келген жоқ дейді. Келмеді, күйеуі мен баласы. И уайымдап, депрессия түсіп, жылап ұйықтап қалады, азанда қайттан звондайды, алмайды тоже. Алмайды, вообще алмайды. Полицияға шығып көреді. Ондай адам келген жоқ бізге дейді, короче. Аэропортқа звондайды, ондай адам келмеді дейді, полицияға іздетеді, короче. Сөйтіп 2 күн уже депрессияда жүр, қатты қиналып, өзінің мамасының үйіне барады, тоже сол қалада. Сол жақта жүре тұрады, өйткені өзінің үйінен қорқа бастайды уже, жаңағы өзі жылай бергеннен кейін ше. Сөйтіп мама папасының сестрасының үйіне барып, сол жақта жүреді. 3-ші күн өтеді, таппай жатыр. Сонымен өзінің бала күнгі комнатасына кіреді, жаңағы әйел өзінің комнатасында. Жылап жатады, сол кезде тура андай телефон ала аламыз ба, анау телефонды? Мен күшті болып түсіндіріп берейін сіздерге.
ана телефон Мәжді сурет шығады. Диас. Аламыз ба? Алып келесіз ғой. сөйтеді да өзінің комнатасында ескі кезіндегі альбомдарды қарайды, жылап жатады. Міне как раз сол кез сияқты мынау. И жаңағы әйелдің көзі осындай өзінің кезіндегі телефонына көз түсіп кетеді, короче. Не істерін білмей жүр ғой, енді ана депрессия қатты түсіп кеткен, ана телефонын тоққа қосады жаңағы несімен. Сөйтеді да жылап жатып, просто хотя бы дауысын естісем екен деп өз-өзін елестетіп жатады, күйеуімен сөйлесіп жатқан құсап. Сол бұрынғы кезіндегі екеуі жігіт пен қыз болып жүрген кезіндегі номеріне деп теріп көріп әшейін. И гудок барады, короче. И шоқыш кетеді, тыңдайды да, и күйеуі алады, короче. Күйеуі алады да, ау деп екеуі сөйлеседі. И түсінбейді, неге телефон алмай жатсың, анау мынау мен сен қанша күн болды іздеп жатырмын дегенде күйеуі айтады, жындысың ба сен, екеуміз жаңағыда кездесіп кеттік қой, не болды саған анау мынау дейді, короче. И түсінбейді әйел қалай кездестік, ана қыздарым қалай дейді, қандай қыздарды айтып жатсың дейді, анау. Екеуі бір күн бойы конфликт бір-бірін түсінбейді. Дневник сумасшедшего болып кетті мына жер, короче. Сәл сондай болып кетті. Жұмысына барады, жұмысындағыларға айтады, жұмысындағылар түсінбейді. Қайтадан кешкісін үйіне асығып келеді да, тамақ ішпей резко звондайды күйеуіне. И алады, короче, күйеуі. Вот осындай не істеп жатсың деп. И жігіт күйеуі, оказывается, екеуін жүріп жүрген кезіндегі 19 жасар күйеуіне звондап отыр ғой. И телефон арқылы ғой, получается. 19 жасар кезінде сөйлеседі, өзі қазір 37-те ма сондай да. И түсінеді, в общем, күйеуі сол заманда қақ кеткен телефон бойынша ше. Өзі 37, қазір дамып кеткен. Сол қиналып, қайтадан 19 жас кезіне өзі типа автоматически түседі, ойша ше. Сол кездерін есіне түсіреді, сөйтіп бұл сол кездерін есіне түсіріп 19 жасында не киген барлығын көйлектерін сатып алып іздейді. Сол кездің есіне түсіп алады өзі ше, сумкасын сатып алады. И күніне телефонмен сөйлесіп жүреді сонымен. Кездеспей ме бірақ? Кездеспейді. Но телефонда күйеуі айтады, вот күшті қыдырдық бүгін иә деп ше. Күйеуі кездескен. Иә, күйеуі кездесіп ұстап жатыр. Мынау кездесе алмайды. Чисто телефонмен мынау не істегендерін білу үшін обсуждать етеді екеуі. Бүгін мен не кидім, саған ұнады ма деп сұрайды. Иә, сен қызыл көйлегін кидің, анау қызыл көйлегін киіп алады. Бірақ құсқаның жаман болды деп сондай нәрсе. И сөйтіп жүреді. Бірақ одан кейін психологқа барады, өзін түсіндіріп, ешкім түсінбейді бұны. Сен походу ауру болып қалдың деп. И соңында асылып қалды. Кітап асылды. Осындай басы. И жоқ, ойбай, аяқ жағы ғой бұл. Аяқ. Сөйтіп уже әйел чуть не бола бастайды өзі. Жұмысынан шығып кетеді. Не то болып қалады өзі. Бұрынғы кезбен жүре береді. Кішкентай қызы ұқсап қалады. Хотя үлкен әйел жұмысындағылар түсінбейді, саған не болып жүр деп. Уже сіз деп сөйлей бастайды деген сияқты ғой. Жас қыз бола береді өзінен өзі. Жас болып. И где-то бір уақыттан кейін күйеуі келеді үйіне. Соңынан под конец күйеуі келеді. Қыздарымен барлығы сағынып. Пранк деп па? Жоқ. Әйел уже наоборот болып кеткен ғой. Қуып қалған. Әйел уже мына кезге түсіп кеткен, күйеуі нормально келіп тұр, короче. И әйелде, оказывается, не болған екен. Шизофрения. Типа сондай болған. И әйел түсінбейді уже, ананы танымайды, екі қыз кім, сен кімсің деп. И соңында андай момент бар. Неге звондайды, соны ешкім алмай қояды, тоже гудок бармай қояды. И даусынан шығады. Титр кете ме? Сондай өте қызық кітап. Қысқаша Қызық екен, иә? Қызық екен. оқығаңыздар. Киносы бар сияқты, Қандай аты? Киносын білмедім. Звонок в прошлое. Звонок в прошлое. Өткенге қоңырау. маған байгайыз түсірсе қандай болады бізде? Қалай? Өткенге қоңыраулар. Сосын кетеді звондайды ғой. Алло, алсай, алмай. Алсай, алмай. Алмаймын. Оны давай. Мынау өте қызық кітап екен. Ал енді екеу болды. Көздердің ғой басында. Баянда бір кітап оқыдым, оны ұмытып қалдым, бірақ аты қандай. Бір мафия жайлы, тоже кішкентай кітап осындай. Сонда асылып қалады. Жоқ, асылып қалмайды. Ол бір мафияның Италиядағы бір мафия болады.
и ол сол жердегі телак, здоровый мужик, 40 жыл бойы сол бір адамға жұмыс істеп жүр. Андай өзін здоровый деп ойлайды, по идее ондай емес те, короче, шизофрения. Жоқ, бұл енді ауру емес. И бұл өмір бақи мақсат арманы болған бала күннен өзіне андай мықты моторлы қайық сатып алып, бір аралға барып, сол жақта балық аулап өмір сүру. Бүкіл арманы сол. Но 40 жыл бойы чисто бір шалға жұмыс істеп жүреді. Бұл Италиядағы мафия ақша алып келеді. Постоянно әр аптаның жұмасы күні бұл райондардан ақша жинайды да жаңағы шалға әкеліп береді. Ол шал түрмеде істейді. Жоқ, бұл шал Италияда жолда кез ғой еще. Неше ата сұрасың? Сөйтеді да, бұл жүре береді да, күнде депрессияға түсе береді. Депрессияға түскенде өз-өзін жек көреді. Елдің барлығы анау шал машина мініп алып, мен болсам жын сияқты жүрмін әлі деп. И бір күні бұған екінші напарник қосылады. Қасына қорқақ жас бала, мынау өзі здоровый. Сол идея айтады, типа, сен 40 жыл болды осымен жүрсің, қалайша, типа, сен кішкене өзің долеңді алып қалсаң да білмейді анау деп. Не пенсионың жүріп жатқан жоқ. Сондай. Не страховка жоқ. И ойлайды, короче. Натуре деп. Сонымен бір аптада пенсионға шығады десең. келесі жұма күні бұған өте көп ақша алып келетін күн, короче. Бүкіл районнан алып келетін күн ғой. Ол сөйтеді да ұзақ дайындалады соған. Сөйтеді да жаңағы шалдың жас әйелі болады. Екеуі нормально сөйлесетін, екеуі дос, короче. Ешқандай не жоқ, қатыстары жоқ. Ана қыз оның ақшасына бола жүр. Сосын қыз бір күні айтады кімге, сен бұның ақшасын ұрлап кетсей, короче. Ұрлап кетсең, мен сенімен бірге боламын, сен маған ұнайсың дейді. Анау сол сөзге Ұрлап кетсең, сен маған ұнайсың. Жоқ, неге сен маған ұнайсың, лучше маған жұмыс істемей ақ қой, өзің ақша алып кетіп, бақытты өмір сүрсе дейді. Сен маған ұнайсың, мен сен бұрыннан байқаймын дейді. И жаңағы үлкен мужик жалғыз өзі тұрады. Сол сөзге жынды болып қалады, деп ше. Қызға ғашық болып қалады, қатты ғашық болып қалады да. И ойлайды, ақшаны ұрлап кетемін да, нан алып кетемін, екеуміз бақытты өмір сүреміз деп. Осылай 3 ауыз сөзбен жазып алады. И соны күнде оқи береді. Ақшаны ұрлаймын, екеуміз бірге боламыз, бақытты боламыз. Жүре береді да, как раз сол күні түседі, ақшаны алады да, Тато қорқады, короче. Дәлдеп, алып кетем дейді да. Тато офисін айдын келеді ғой былайынан. Деп келеді да. Есікті ашайын ба, ашпайын. Ар жақтан жөтеліп жатқан дауыс естиді, шалдыңша. Жазуына қарайды да. Қашады ғой, тупа қашады ғой, дүркірдетіп ше. Гүң деп. И шал ашып көріп қалады кімді. Қашып бара жатқан. И қуалайды, конечно. Бұл мынау жаңа телак, жаңа әйелмен кездесу орнын белгілеп қойған. Қашып машинамен мынау бейтіп оларды қуалап, әйелін көреді, короче, әйелін мініп болған қашқан, вообще қашады, короче. Қашып кетеді, соңында қашып кетеді да, островқа барады, бұл тупой қайық сатып алады, ана әйелмен бақытты жүреді, короче. И соңында аналар тауып келіп өлтіріп тастайды. Сондай қызық андай. Негізі мен қысқа айтамын, іші өте қызық. Атын ұмытқан ба? Жаңа қызық да. Түрінші кітап. Бүгін вообще андай. Басқандай бір шығарым бұл кетті. Может, осылай керек шығар. Маған ұнап Кім ойлайды? Мынау прикольно екен, бір кітап емес, бірнеше кітап. Өзгерттің системаны. Мен жүргізуші боламын. Енді Жалпы бір негізі бағдарламада келген адам бір кітапты бастан аяқ айтып беру керек. Иә, мазмұнын айтады да андай. Арасында біз кетіп отырып, талқылап, өйстіп, бүйтті деп краткий содержаниясын бір сағат қылып айтатын тұғын. Бір сағат көп сияқты мен ойымша. Кесіледі ғой. мынау новый бар. Мынау андай жақсы, бірнеше бар оқиға деген. Өйткені бар, может, мынау кететін шығар адамдарға. Білімділер шығар ол бір сағат қылып айтып бере алатын, иә. Білмеймін енді. Любой Кім болды бізде? Аңсаған, Бекс, Есентай. Пауза сайтады екен андай. Боздық қалдырмайшы. Қалдыруым керек пе, да? Жоқ, жақсы ғой. Мұнда правила жоқ. Дымдай алмай қалдым, қызық болған. Главное, оқу керек еді. Матостар. Жоқ, енді... Сендердің қандай қызықты кітаптарың болды? Прям е дейтін.
Айтпаған бағдарламада. Бағдарламада айтпаған. Мен ойлаймын, сен көп кітап оқисың, ә? Өйткені мен сені сәлемдеп көргенмін, көп кітап оқып жатқаныңды. Асхат көп оқиды негізі. Мен бірақ қандай алдында көп кітап жайып риск қазір оқып жатқан Уилл Смиттің кітабын оқып отырмын. Уилл Смит Уилл деген. Иә, өзі туралы. Ол өте күшті. Ол актер Уилл Смит па? Иә. Ол кітап жазған ба? Ол вообще потолок басталады. қатты күшті кітап. Мен өтірікшімін деп басталады ғой. Сендер білетін Уилл Смит андай супергерой, миллиардер, миллионер, танымал актер. Ол бәрі образ дейді. Мен қорқақпын дейді. Мен шок болдым, жынды ма мынау деп. Мен қорқақпын дейді. Өйткені мен бала кезден бастап адамдарды күлдіртудің арқасында өзімнің қорқақтығымды көрсетпейтінмін дейді. Мысалы мен әкем мамамды ұратын дейді. И мен әкем мас болып мамамды ұрмасын деп мен әрқашан папамның көңіл күйін көтеретінмін дейді. Папам мысалы ішіп келді, мен клоун сияқты оны күлдіртіп, әзіл айтып, мен сол мақсатым, егер папа настроениесі түспесе, күліп жүрсе, ол маманы ұрмайды. И мен сол кезде менің миссиям Уилл Смит қазақ па не? В общем, соны айтып берсеңдер болды. Сол үшін КВН ойнағанмын. Жоқ, мына Уилл Смиттікінде негізі өте кайф, өзінің карьерасы туралы, сосын бала тәрбиесі туралы да жерлері бар. Өзінің тәсілдері, балаларына қалай қарым-қатынас жасайды. Уилл Смиттің баласы ғой, не болып кеткен? Транс па қалай? Рэпер. Жоқ, кішкене андай нелер бар. Замашкалар. розовый ше. Бисексуал, иә? Бисексуал. Джеки Чанның да баласында, иә? Қызы ма или? Джеки Чан баласын білмеймін. Джеки Чан баласы кішкене бұзықтау. Уилл Смиттің сосын ол негізі рэпер ғой, негізі бастаған. Рэпер бастады ғой, иә. И рэпер ретінде ол кәдімгі танымал болған, там топ рэперлардың ішіне кірген өз кезінде. Кәдімгі Грэмми-ді ұтқан ғой деймін. Уилл Смит ол сондайға батылға мықты еді. Ол айтады, мен чувство юморым жаңағы қорқақтығымнан ол чувство юморасы қатты дамып кеткен да. Жалпы күлкілі адам ғой ол. И батылды любойын жыртатын дейді. Кез келген батылды мен адам шығап, мен уже ол туралы 4-5 рифма дайындап қойдым да. И ол мысалы күшті бір панч айтады. Мен сені бір нәрсе дейді да. Прям мощный сөз айтады. А Уилл Смит тұрады да, юмормен тығып жүреді да, залдың бәрі жыртылып қалады. И не айтса да, Уилл Смит уже по-любому андай. Бірінші мен женетінді білемін, всегда Уилл Смит любой батылды женет. И мысалы батыл бітеді, ол просто үйде жүргенде Американың балғынбек имашы болып тұрады. Неше түрлі рифмалар ойлап жүреді, сондай басында. И сөйтіп ол бір вечеринкаға шақырады оны. То есть оны шақырады, бірақ оның қасындағы диджейді шақырмайды ғой деймін. Сөйтіп ол айтады, кеттік, бірге барайық дейді да. Мен шақырған жоқ қойып кеттік, анда бір күшті бір диджей келеді екен сол вечеринкаға. Сонымен батлица етеміз уже. Оны ешкім шақырған жоқ, бірақ Уилл Смит өзі барамын, соны істеймін дейді. Сөйтіп барады, и ол диджей, ол диджей прям қатты дамып кеткен диджей, сол батылға шығады екеуі. И Уилл Смит женет, бірақ ананың биті да күшті. Сөйтіп екеуі каким-то образом бірге жұмыс істеп кетеді ғой. Уилл Смит MC болып, анау бит болып. Сөйтіп ол Уилл Смиттің біраз хиттарын жазған адам ғой, короче. Солай танысады олар. Уилл Смиттің негізі кітабы мощный негізі. Кітаптың басында былай басталады. Мен ең жек көретін нәрсем бала кездегі ол папа каникулға шыққан кезде папам бізге андай стена деген қазақша ғой. Қабырға жасатқызған дейді үйдің. Полный бұрын жарды сындырған да. И бізге інім екеумізге істеткізген дейді соны. И бүйтіп бүкіл каникул, таңертең тұрасың, папа оятып алады, сөйтіп кірпішті қоясың, екінші кірпішті қоясың. И шаршап кеттім, келем бір жерден. Или оқу бар ма ол кезде, оқудан келем, қайтадан соны істеймін, выходнойда соны істеймін. Надоело кетті дейді уже. Істейінбейді анау үлкен стена дейді. Сөйтіп папаға айтамын, болды, мен істеймін, жындан кеттім, істемеймін болды. Папа айтады, сен ол стенаға жарды істеп жатырмын деп ойлама. Сен просто басына мақсат қой, бір кірпіш істеп жатырмын. Бір кірпішті істеу керек маған деп. Ол бір кірпішті қойдым, болды. Сөйтіп соны ойлап қалдым, шынымен солай істеп көрейін дедім да. Бір кірпіш қойдым мақсатым. Тағы бір кірпіш. И андай тез өтіп кетті уақыт. Сөйтіп қарасам уже примерно 90% тұр дейді андай. И шынымен андай өмірде андай қоясың, блин, маған мысалы грубо говоря, квартира алу керек деп қоясың, ол қиын ғой мысалы. А сен маған осылайда 50 мың теңге жинау керек деп, например. Бір кірпіш деп шатасып кетсең. Сол негізі күшті мотивационный нәрселер бар. 90 кірпіш қояды, мынау квартираға ұқсамайды ғой.
қатты андай қызық кітап негізі. Мен әлі соңына дейін оқыған жоқпын. Уилл Смиттің де автобиографиясын Қызық сияқты оқысаңыздар болады. Иә. Сен қандай қызықты кітабың бар? Мен оны келесі бағдарлама. келесі бағдарлама айтып жаңағы мен қатты ұнаған андай стендап библия дейтін стендаптың Библия стендап. библия стендапы дейтін соның бірінші бетін оқығам енді даже екеуі ма и сонда бірінші тексті бар типа ұмытып қалдым бір Осы жақсы екен. Кім жазғанын білмеймін, не туралы. Сендер қазақша авторларды оқисыңдар ма? Сен оқитын сияқтысың. Жоқ. Мен мүлдем негізі кітап оқымаймын. Осыған дейін Аманжан мен Оралхан Бөкейдің Қарғызы деген кітап істегенбіз. Менің атым Қожаны оқыдым, потом Махаббат қызық мол жылдарды оқыдым. Бірақ андай ұмытып кеттім, уже до конца оқыған жоқпын. Ну, то есть оқыдым, бірақ қайтадан оқып шығу керек негізі. Мен вообще қазақша кітап оқып көрдім. Бірақ қызықты кітаптар бар. Қазақшаның көбі бұрынғы көркем әдебиеттің бәрі кішкене андай қиындау да, тілі жазылған, суреттеу, иә. Бірақ қызықты кітаптар бар. Ильяс Есенберлиннің Ғашықтар деген кітап бар. Қателеспесем, Ильяс Есенберлин, білмеймін, мүмкін ол емес. Соны мен де бір жартысын оқып көргем. Ол жеңіл. Ол тоже примерно Совет үкіметі кезіндегі әңгіме. Бірақ андай жеңіл жазылған кәдімгі бытовой әңгімелерді, қыз бен жігіттің жүруі, сол кездегі арасындағы әңгімелер, там вечеринкада кездесіп танысып қалды, сондай нәрселер біздің неге де келеді да заманға. Ол оңай оқылады. Негізі біраз авторлар бар, жақсы оқылатын, оңай оқылатын. Кітапты естіп едім, мен оқымағанмын. Не ауру адам жазған кітапты. И қате жазады. Цветы для Элджернона деген. Сондай ма? Соңында дұрысталып кете ма? Ол бізде болды аңсағанмен. Шығарылым болды, иә. Сен жаңа негізі бәрін көрдім дедің ғой, соны көрмей қалғандың. Соны көрмедің ғой, аңсағанда. Айтып сонда болған, иә, ауру адамның несі ғой, күнделігі ғой, жаңағы, мынау дневник шизофреника ма, сумасшедший. Сол сияқты ма? Соған келеді, иә. Ақыл есі кем адам. Ол дұрысталып кете ма соңында? Оның анда өзінің нюанстары бар, дұрысталады, қайттан етеді. Ол ақыл есі кем адамда. Шизофрения емделмейді вообще. Опыт жасайды. Шизофрения негізі. Мен бір кино көрдім, қандай? Математик жайлы. Шизофрениямен ауыратын. Ол шын өмірде болған. Ол еще не алған, Нобель сыйлығын алған. Математик. Киносы бар, если что. Расплата ма? Жоқ. Шизофрениямен ауырып қалады математик сал. Игры разума сол емес па? Игры разума ма? Жоқ, ол емес ол. Игры разума деген қандай еді? Физика екен. Ол Энимо деген нені шығарған? Ол анау бір солдат келіп не істеп жүретін ба қасына? Жоқ, сен соғыс кезіндегі ана Энигма деген машинаны шығарғанды айтып тұрсың, иә. Немелерді, хаттарды жіберетін зашифрованный. Шатасып қалдым. Иә. Сол кино шығар онда? Ол бірақ ауырған жоқ қой. Ол и так ауру болды ғой. Хат жіберіп, ана газеттер жұлып бірдеңе істеп жүретін ба? Короче, шизофрениямен ауырып қалады математик. И әйелі ғой, қысқаша қуып кетеді до того, но математиканы қатты істейді. И общагада тұрады, общагада қасында досы болады. Досы жақсы өмірге үйретеді бұны. Кейін оқуды бітіреді бұлар, анау, бұл математиканы әлі до конца мұғалімді оқып кетеді сол жерде, әйелі қасында. И бұл шал уже математиканы бірақ мықты әлі күнге дейін. И жаңағы досын көріп қалады жолдан. Бұрынғы студент кезіндегі. И дос екеуі деп қатты құшақтасып істеп жатыр да. Сол кезде студент кезінде қасындағы досының қызы болатын, кішкентай қызы, сары көйлекпен жүретін. Сол кезде бір таныстырған айттым, қызым, мынау мен әйелім қайтыс болып кеткен, қызым екеуміз ғана жүрміз деп. И қанша 30 жыл өтті ма где-то. Сол досын көріп қалады, досы да типа қартайған сияқты. И қасында қыз қартаймай қалған ғой. Қасында қыз кішкентай болып жүреді, әлі сары көйлекпен. Сол кезде түсінеді, еба деп. И ойланады, оказывается, жаңағының бәрі досы болғаны, бұның бірдеңені жеңіп алғаны бәрі өзі ойдан шығарып тастаған ғой. Досы да болмаған, общагада жалғыз өзі тұрған, сондай да. И бұл әйелі ғой, бұны жақсы өмірге хотя бы икемдетіп жүретін, постоянно поддержка беріп жүреді қасында ше. Ешкім сенбейді бұған. Әйелі ғана, иә, көріп тұрмын дей береді. Көрмесе де ше, мен досым кел чай қойсай десе, я кел деп әйел ойнатып береді до конца ше, шай қойып әңгіме. И көмектеседі до конца. И шын өмірде жаңағы математик не алады ғой?
Нобель сыйлығын алады математикадан. Әйелімен барып, ютубта видеосы бар. ол кәдімгі шын Иә, математикадан ютубта бірдеңе видеосы негізі бар. істеген. Кәдімгі әйелін алады, екеуі шал мен кемпір ғой. Несін алады барып, сыйлығын алып, әйеліне рахмет айтады. Мен аурумын дейді, мойындайды өзі. Мен аурумын, шизофрениямен ауырам. Кейде қасыма адамдар келеді, но маған көмектесетін тек әйелім. Осының арқасында мен жеңіске жеттім, мына нәрсе. И ең күштісі сыйлықты алып, әйел екеуі үйіне қайтып бара жатқанда авария болған ғой. Шынымен де өмірде, иә. И сөйтіп екеуі де қайтыс болған сол жерде. Бұдан шығады түйін қолдайтын жақсы әйел табу керек. Иә, әйел ғой. Үйлеңіздер, көбейіңіздер. Бүгін ерекше шығарылым болған сияқты. Негізі неше үшеу ме неше кітап айттық, иә? Жалғас 4 кітап айтты. Кино айтып кеткен. Мен 1 кітап айттым. Мен 2 кітап айтсам. Жақсы ғой, андай толық кітап талдамасақ та, бірақ неше түрлі кітап айттық. Андай мүмкін арасында біреуі бір қызық қалады да. Біреуінде ма? Ананы оқу керек еді, ананы оқу керек еді. Қымбат достар. Бірақ көбінесе сенде біріншісі дневник сумасшедшего, шизофрения. Екіншісі анау әйелі болды, звонок в прошлое. Ол да ауырады шизофрениямен. Мұнда шизофрениямен ауыратын математик. Қашатын. Неге ондайларды қызықтырасың? Маған кімнің де киносына қатты ғашық болып қалдым. Мен Ди Каприоның Остров проклятых қатты ғашық болып қалдым сол киноға. В общем, шизофрения темасы қызықтырады. Қымбат достар, қорытындыласақ, сіздерге осы біраз кітап айттық қой, соның қайсысы ұнағанын комментарийға жазсаңыздар болады. Бүгін бізде оқу керек еттің ерекше шығарылымында қонақта болған Жалғас, рахмет саған келгеніне. Спец шығарылым. Және де дневник сумасшедшего қайда? Телефонның астына қапты. Телефонды көтерме, анау кім жігіт звондап отыр. Анхель де Куатье, дневник сумасшедшего кітабын оқығысы келетін адам комментарийға оқу керек деп жазсаңыз болады. Дневник сумасшедшего да, Анхель де Куатье деп. Куатье? Оқу керек деп жазған адам, комментарийға оқу керек деп жазған адамның ішінен біз рандомна біреуін таңдайтын боламыз. Қанша айтсаңыз да? Қанша айтсаңыз десең? Соны мен айтып керек. Өзің айтсаң да болады. Өткен шығарда сен айттың. Неғұрлым көп комментарий жазсаңыздар, соғұрлым жеңуге деген мүмкіндік көп болады. Бұл кітаптың ішінде ақша болмайды. Есентайдікіндегі әлі алған жоқ. Сіздермен бірге болған оқу керек жобасы Абылай, Жалғас, мен, Талғат және Сахит. Асқат. Біз қанша жаздық тақырыбы? Просто импровизация. Осындай қызық екен. Қанша болды?